Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым. Армысыздар, алталаш алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгінгі саяси ақпаратымыз Тоқаевтың жалған рақымшылығы туралы және мынау алай-дүлей дүниедегі болып жатқан сұмдық саяси құбылыстар туралы өз ойымызды айтамыз. Ендеше бізбен бірге болыңыз. Құрметті көпшілік, Тоқаевтың аяқ астынан рақымшылық жариялай қалғанын барлығымыз білеміз. Қаңтарда ескертусіз оқ атыңдар деп қазақты қынадай қырып салған Қанішердің енді аяқ астынан рақымшылықты жариялай қалуы нені білдіреді? Ол осы алда болатын кезектен тыс сайлауға өзін аяқ астынан періште көрсетуге дайындалу. Білегіне дейін екі қолы қанға малынған Қанішердің енді аяқ астынан періште қалыпте өзін образдамақ, сомдамақ. Аңқау қазақтың ырықты ырықсыз қалде алданатынын біліп отыр, және оған сенімді. Сөйтіп, өзінің сайтани, ібілістік сипатын жасырып, өшіріп, халқының алдында періште болып шықпақ. Өткенде қасиетті Меккеге барып, Қағбаны айналып, Қаратасты құшақтап, аяқ астынан қажы Қасым-Жомарт болғаны барлығымызға белгілі еді. Иә, бұл қасиетті Меккенің бүгінгі иелері де қытайшыл, орысшыл болып тұр. Және олардың да біз осы уақытқа дейін адамзатқа қарсы жасаған қылмысын қаншама мәрте әшкерелеп тастадық. Олар сондай зұлымдыққа әбден еттер үйренген, исламды өздерінің зұлымдығы мен қанішерлігінің сыртқы пердесі қылып жамылып алған зымияндар болатын. Енді сол жерге Қанішер Қасым-Жомарт барып келіп, халықтың алдында өзін тағы бір образдады. Сөйтіп еді, Қасым-Жомартты билікке әкелген бірінші сұмырай, бірінші Қанішерде аяқ астынан 300 миллион долларға әлемде жоқ, тіпті бүкіл әлем бойынша алдыңғы ондыққа енетін дәу мешітті салып, халықтың алдында тағы да өздерінің бір образын жасағысы келді. Енді осының барлығын бесіктегі сәбиден басқа есі бар қазақтың бәрі біліп отыр. Бірақ сәбеттен кейінгі 30 жылғы нұр фашистік заманнан қалыптасып қалған саяси ырықсыздық бойынша, саяси сауатсыздық бойынша, саяси үрей бойынша үрейленіп, қорқып, әрбір қазақ өзінің қолынан келетін мүмкіндікті пайдаланбай, енді соны сырттан біреу келіп құтқарып берер ме екен деп, өзінің кеудесін отқа төсемей, оққа төсемей, сырттан біреу келіп, өзін құрбандыққа шалып, сөйтіп халықты құтқарып кетер ме екен дейтін бір стихиялды тәтті арманмен өмір сүріп отыр. Себебі біз аңыз армандар еліміз. Біз адамзат тарихында ең мол эпос дастандар көп еліміз. Бізде Алпамыс, Қобыланды, Манас, бізде Ертөстік, осы аңыздар бар. Күні кешегі Жоңғар қырғынына және орыс шапқыншылығына, Қытай басқыншылығына қарсы біздегі аңыз дастандардың барлығының шығуы, бұлай қарасаң бір супер батыр келеді де, барлығын жалғыз өзі шешіп тастап отырады. Біздің халқымыз соған сенеді, нанады. Өзінің миының ар жағында, өзінің көмескі түйсігінде, подсознаниясында халық соған иланады. Міне, сөйтіп біреу дұрыс болады, біреу әне алай болады дейтін, одан киембі таратқан болжалдар шығады. Мәшһүр Жүсіп Көпей, ойбай, Наурыз келеді, Наурыздан кейін сәуірі келеді, сәуірі келгеннен кейін тәуірі болады. Содан кейін 30 жыл ұры қарақшы қазақты алдымен кәпір билейді, кәпір билегеннен кейін ұры қарақшы билейді. Содан Наурыз болады, Наурыздан кейін сәуірі болады, сәуірі болғанда тәуірі болады. Қане сол? Қане сол сөз? Біз осы сөздің өзін терістедік. Осы оқиға болмай, сол Наурызың болмай, сәуірің болмай, сәуірің келіп, тәуір болмай тұрбайды. Мәшһүр Жүсіп Көпей сияқты діннен сауаты бар адам бүйтіп болжал айтпайды дедік. Тіпті осы мәселені мәшһүр Жүсіп Көпейдің айтпағандығы туралы оның ғылыммен айналысқан бүгінгі ұрпақтарына дейін айтып терістеді. Яғни
қазақты осындай бір болмайтын ертегілерге сендіреді. Болмайтын ертегі. Қазақ ойлайды, ой, болды, уақытына, сағатына бір қарайды, сәуір болып қапты. Сәуір болса жақсы болып кетеді. Ей, сен қарекеттенбей, сен жасамай, сен қозғалмай, сәуір болды, уақыты толса болды, датасы толса болды, сен ештеңе істемей жүре береді екенсің. Сонда уақыты болса болды, өздігінен өзгереді деген қай формула ол? Оған тек жер шары бойынша тек қазақ сенеді, басқа ешкім сенбейді. Міне сол қазақ үміт күткен 30 жылғы қанішерлер кетті, мыш. Ал міне не өзгерді? Сәуірің кетті, мамыр маусымың кетті, шілдең кетті, тамызың кетті, енді дәл қазір міне қыркүйек болды. Енді кейін тағы бір болжалды жасап жатқан болу керек. Енді оны Абай айтты ма, Бұқар айтты ма, Бұқар жоқ, Төле би айтты ма, жоқ менің Қабанбай бабам айтты ма деген біреуді шығарады, тастай қылып отырып, оны біреу таратады сөйтіп. Сонымен айтады мынау. 30 жыл ұры қарақшыдан кейін қан төгіледі екен, одан кейін екі беті безеу-безеу ернін бояп алған біреу басқарады екен. Содан біртіндеп жақсы болып кетеді екен, ұйықтай тұрыңдар деген бір болжал шықса, қазақ, баптен ұйықтай тұрайық, сол екі беті безеу-безеу ернін бояп алған біреу, сол дәл келді ғой, дәл келді деп отырасың. Енді Тоқаевтың мынау рақымшылығынан басталды ғой әңгіме. Неге? Қаңтарда қырды. Қазір 10 мыңдай қазақ түрмеде. Соның барлығын босатпайды, ішіндегі типтіктерін босатады. Содан кейін қазақ буф дейді, болды, туысы босаған ең болды. Бітті, қаңтарда өлгендерді ұмытады, өлгендердің бала шағасына ана ұрдаған, жырдаған ақшасынан біраз тиын тебен береді, болды сонымен. Қазақ ұмытады да кетеді. Енді біздің халқымыздың саяси сауатының осындай болғандығын біліп, пайдаланып, енді президенттікті бір-ақ жыл қылатын болды. Ойбай, разы болды, бір-ақ мәрте отырады екен дейді. Ей, не айырмасы бар 7 жыл отырса? Онда тағы бір сұмырай шықсын, президенттік мерзім, бір-ақ мерзім болсын 30 жыл деп. 30 жыл отырсын, бір-ақ мерзім. Бұлай қарасаң керемет те, бір-ақ мерзім. Еуропаның өзінде, батыстың өзінде 2 мерзім дейді, бізде бір-ақ мерзім деп мақтанасың. Бірақ 30 жыл отырасың. Назарбаев та сөйтпеді ма? Назарбаев та тұтқиылдан сайлаулар өткізеді, тиісті партиялар өткізбейді. Ту баста Қасен Қожахметтің кезінен бастап, Қасен Қожахметті анау 91 жылғы сайлауға тіркемей қойды мысалы. Міне сол алысқаннан алысып келе жатыр ғой сол адамдар мысалы. 91 жылы Назарбаев Қасен Қожахметті өзіне қарсылас ретінде тізімдікке енгіздірмей қойды. Сөйтіп жалғыз өзі сайлауға түсті. 91 жылы Назарбаевтың диктатор екендігін қазақ білуі керек еді. Өкініштісі, біз тәуелсіздікті сол жалғыз Назарбаев алып бергендей сезіндік дағы, сонымен тәуелсіздікті Назарбаевпен тепе-тең қарадық. Сөйтіп қолдан құдай жасадық Назарбаевты. Ал Назарбаев әбден қазақтың алтынын, күмісін, уранын, мұнайын, газын Қытайға сатып, әлемдік миллиардер болғаннан кейін ешкімді бет қаратпай кетті. Енді кеше аяқ астынан біздің маймыл депутаттар Нұр-Сұлтан қаласының атын Астана қылып өзгертейік деп жатыр екен. Ей, соны Нұр-Сұлтан деп атайық деген осы безеу бет қызыл еріндерің ғой. Сол бірінші президенттік бұйрық ретінде сол нөмірі бірінші бұйрық деп қабылдады ғой. Енді анау маймылдарға тапсырма түскен, енді ауыстырайық. О кезде оның қол баласы едік, маймыл едік, енді ауыстырыңдар. Сонымен бір топ маймыл депутат шығып, енді Астанатын қайтарайық деп жатыр екен. Ол Астана Нұр-Сұлтан болды не, Астана болды не? Осындай болмайтын тірліктермен алдайды ғой. Ана облысыңды екіге бөліп қойды, мына облысыңды біріктіріп қойды. Не өнді содан? Сиырың екеу болды ма? Жылқың бесеу болды ма? Не өнді? Енді Алматы облысын 3-ке бөліп қойсын мақұл. Одан Жезқазғанды 2-ге бөліп қойсын. Одан не болады? Сенің сиырың екеу бола ма? Бір завод салмай ма? Завод жоқ. Өндіріс салмай ма? Жоқ. Неге? Сала алмай ма? Салмайды. Себебі қазақ байымау керек. Байымау керек. Қарның тоймау керек. Сенің қарның тойса, сен басқаны қиялдай бастайсың. Сондықтан саған қарныңды тойғызбай, сені қайыршығып, жоқшылықта, қаріпшілікте, қасіретте, кедейшілікте сені ұстап отыру керек.
Міне жүйенің осы сол. Сондықтан болмайтын тірліктерді істеп қояды. Мәз боласың. Енді қазақ халқына қазір үлкен саяси таңдау тұр. Ол таңдау осы жүйені тасталқан қылып құлату. Көшеге шыға аласың ба? Жоқ. Көтеріліс бола ма? Қанды қырғын. Тағы одыкі бұтыр. Енді саған сол көшеге де шықпайтын, сенің қорқақ психологияңа дәл келетін, сенің басамандығыңды да сақтайтын, және жүйені өзгертетін жалғыз жол. Ол біздің Нағыз Атажұрт партиясына мүше боласыз. Мына видеоның астында қалың телефон тұр. Видео үндеуіңізді жолдайсыз. Мен бәлен Қазақстан Республикасының азаматы, міне былай да былай. Жеке нөмірім мынау, жеке куәлік нөмірім мынау. Мен Атажұрт партиясына мүше боламын. Бізге осындай мүше болған адамның саны миллионға толуы керек. Миллион. Ал миллион адам мүше болған, небәрі 19 миллион халқы бар мемлекетте миллион адам мүше болған партияны биліктің тіркемей қоюы мүмкін емес. Ал билік оны тіркегеннен кейін амал жоқ, бізбенен күресуге мәжбүр. Ал олар тіркемей қойса, Еуропа мен Америкадан қысым саламыз. Бізге миллион адамның виртуалды әлемде өзінің аты жөнін айтып тұрып бізге мүше болғаны керек. Біз сол миллион видеоны жиып шығу керекпіз. Сенің сол миллионыңа киембі бар қоқан-лоқы жасай алмайды. Сен көшеге шықпайсың, кеудеңді оққа төсемейсің. Тек бізге мүше боламыз дейсіз. Біз дүниеге көрсетеміз. Неге? 19 миллион адамның кем дегенде 5 миллионы сәби балалар болады. 1 миллионы түрмеде отыр. 1 миллионы түрмеде отыр. 6 миллион. Сонда 13 миллион халық болады. 13 миллион билет тастайтын адамнан сен 1 миллионың, яғни 10%-ың, сайлаушылардың 10%-ы сен бізге тіркелесің, ол бүкіл дүние жүзін шулататын үлкен оқиға болады. Сонда Қазақстан тарихындағы тұңғыш рет биліктің мәжбүрлі түрде тіркеуін алған партия боламыз. Ал сен ол үшін қылмыскер болмайсың. Себебі біздің партиямызды экстремистік партия деп атай алмайды. Неге? Біздің партиямыз халықаралық бедел жиып қойған партия. Біз Қытай концлагерінің қылмысын әлемге ашып қойған партиямыз. Сонымен олар бізге тиісе алмайды. Бізді экстремистік партия деп шешім қабылдай алмайды. Неге? Еуропа мен Америкада ақшалар тұр. Бар болғаны сіз осы партияға мүше болам дегенде сізге барып қоқан-лоқы жасайды. Балаңды анау мына битеміз, анау битеміз, ақ көк. Не істейді одан басқа? Ал осыншалық бопсаға көнбесең, осыншалық қауіпке басыңды тікпесең, онда сен не қазақ болып жер басып жүрсің? Қолыңа қару ала алмайсың, митингіге шыға алмайсың, наразылығыңды білдіре алмайсың. Өз жағдайыңды өзгерткің келмесе, онда сен ешкімге құтқармайды. Енді сен ең қарапайымы, мен міне осы партияға мүше болам деп жібересің, жариялайсың. Ал саған қысым туса айтасың, бізге тағы қысым тудырып жатыр. Мен бір саяси партияға мүше болам, ол менің Конституцияда бекіткен менің заңды құқым. Ал мен осының өзіне неге менің құқым жоқ? Ол партия және ешқандай экстремистік партия емес. Мен оған мүше болуға құқылымын. Мен өз ойымды айтуға құқылымын. Міне болды. Ал осы күш арқылы біз өстіп бізге мүше боламын деп ниет білдірген миллион адамның аты жөні видеосы арқылы Еуропа мен Американың қоғамын дүр сілкіндіреміз. Сол арқылы біз Қазақстанда қаласын қаламасын өгіздің тұмсығын жұдырықпен тескендей мәжбүрлеп отырып тіркеуін аламыз. Әрине олар тіркемеуге тырысады. Бірақ біз мәжбүрлі түрде аламыз. Сонда қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым боламыз біз билік үшін алғанда. Жек көреді бізді. Жек көреді, бірақ амалдар жоқ. Атып тастағысы келеді, ата алмайды. Шауып тастағысы келеді, шаба алмайды. Жұтып алғысы келеді, жұта алмайды. Себебі, міне көз алдарыңыздағы мені тұтқындады. Террорист деген баппенен тұтқындады. Террорист деген. Бірақ соттай алған жоқ. Тура міне мен алдарыңызда отырмын. Мен қалай азаттыққа шықтым? Еуропа мен Американың қысымы арқылы азаттыққа шықтым. Егер Еуропа мен Америка болмаса, мені баяғыда Назарбаев бір оқтық қылатын еді. Мен баяғыда Дулат Ағаділ сияқты баяғыда өлтірілетін едім. Мен Арон
сияқты баяғыда 15 жылға сотталатын едім. Мен баяғыда Заманбек Нұрқадыл, Алтынбек Сәрсенбай сияқты баяғыда өлтірілетін едім. Сол Еуропа мен Американың ең керекті тақырыбы, яғни Шығыс Түркістанда Қытайдың қысымында жатқан қазақтардың басындағы геноцидті әлемге жеткізіп, жай жеткізбей, оны сол видео дәлелдер арқылы жеткіздім. Енді Еуропа мен Америка жанын салып қорғады. Сонымен Назарбаев өмір тарихында Назарбаевтың өмір тарихында өлтіремін деп өлтіре алмаған, құртамын деп құрта алмаған, тұтқындаймын деп тұтқындай алмаған, тұтқындап алып, соттаймын деп соттай алмаған, соттан кейін де көзін құрта алмаған бірінші адам біз болып отырмыз, бірінші саяси ұйым біз болып отырмыз. Назарбаев бізге дейін оның тауы шағылмаған, десі қайтпаған. Назарбаевтың бізге дейін ақ дегені алғыс болған, қара дегені қарғыс болған. Назарбаев бізге дейін қақырығы қаймалтын, түкірігі түймалтын болып отырған. Назарбаев бізге дейін өзін Қазақстанның құдайы сезінген, ойлағанын іске асырған. Біз қалай саяси сахнаға шықтық, Назарбаевты құдай атты. Біз қалай саяси сахнаға шықтық, Назарбаевтың тауы шағылды. Біз қалай саяси сахнаға шықтық, Назарбаевтың бағы тайды. Біз Назарбаев заманын құртушымыз. Құдай бізге сол бақытты берді. Құдай бізге сол миссияны берді. Бізді дүниеге әкелгенде Назарбаевтың соры боласың, Назарбаевтың көзін құртасың деп әкелгендей болды. Біз міне сол арқылы Назарбаев дүниесін аяқтатушымыз. Қазақ тарихындағы, қазақ қоғамындағы нөмір бірінші саяси ағартушы болып отырғанбыз. Қазақтар геноцидқа ұшырап жатқанда, бұрынғы өткен замандарда қайталанбайтын, осы замандық сұмдық геноцид болып жатқанда, батыспен одақтасып, мына алпауыт Қытайды тізе бүктірген, және қазақ қоғамында ұлттық ояну толқынын қалпына келтірген, алаш арыстарының үзіліп қалған, ұлттық азаттық күресін қайтадан қолға алған жігіттер бізбіз. Сондықтан Атажұрт партиясына мүше боласыздар. Атажұрт партиясы кешегі алаш арыстарының іске аспай қалған арманын іске асырушылар. Ол тек Қытайдан келген бес қазақтың партиясы емес, ол тұтас Қазақстан қоғамының партиясы. Осы Атажұрттың аттанымен Сайрагүл Сауытбайды Қытайға жібермей аман алып қалдық. Тұтас Қазақстан қоғамы. Тұтас Қазақстан қоғам аттанысқа келді. Тұтас Қазақстан қоғам аттанысқан келгенде Қытай империясы азғантай қазаққа шамасы жетпей сорлап қалды. Бүкіл Қазақстан оянғанда Назарбаев та сол Сайрагүл деген қызды ап деп Айдағардың аузына өткізіп бере алмай қалды. Назарбаев саудагер еді. Ол Сайрагүлдің әрбір келеграмын, әрбір тал шашына дейін саудалап отырып Қытайға өткізіп беретін еді. Сендер сойып сатады екенсіңдер ғой. Екі бүйрегін $260,000 $520,000, бауырын $320,000, екі өкпесі бір жүрек бәлен, ең соңында көз алмасы $30,000, қаңқасы, адамның скелет қаңқасы $200 деп Назарбаев оны Си Цзиньпинге сатып беретін еді. Сата алмай қалды Назарбаев. Неге? Біз тұрмыз. Сол Сайрагүл кім еді? Жай ұсталған көп қазақтың бірі еді. Сол Сайрагүлді образдап отырып батыр жасаған кім? Соны ұлттық тақырыпқа айналдырған кім? Бізбіз. Қашып келген бес қазақты аман алып қалған кім? Бізбіз. Және бізді қолдаған сіздер. Бүкіл дүние жүзінің медиасының назарын аударған кім? Бізбіз. Және сіздердің қолдау. Бізді тұтқындағанда айғайлап әуежайда, бізді тұтқындағанда Астананың сотында, Алматының сотында отырған сіздер. Бізді тұтқындағанда аудан, қала-қаладан лек-легімен ағылып, вокзалдарда, әуежайларда тұтқындалып, Серікжанның сотына баруыңа болмайды. Бүкіл республикалық ұлттық қауіпсіздік пен полицейлердің төбе шашын тік тұрғызған сіздер. Сіздердің қолдауларыңыз болмаса, біз түрмеден шықпас едік. Біз сол Дулат Ағаділ және оның ұлы Қуандық Шамахай, Арон, Заманбек, Алтынбек сияқты қазақтың бір аңызын айналып, иманды болсын, жақсы адам еді деп отыратын біреуге айналатын едік. Бізді біріншісі жаратушы қорғап қалды. Екіншісі батысқа арқа сүйегендігіміз себепті Қанішер Назарбаев, Жаналғыш Назарбаевтың өзі бізді жұта алмай қалды. Кеңірдегіне сыймай қалдық. Ал, құрметті қазақтар, осы саяси сауаттылықты біліңіздер. Мен мұна Тоқаев дегенді Тақаев деп жазам.
Қазақта тақай деген есектің баласын айтады. Есектің баласын тақай дейді. Кәдімгі есектің тақайы дейді. Міне, тақай. Ол қазір сол қазақ халқына, кәдімгі қазақ халқына малдан жаман позицияда болып отыр. Қырды, өлтірді, екі қол қанға малынды. Міне билікте отырған қанша жыл? 19 жыл, 20 жыл, 21 жыл, міне 22 жыл. Не істеп қойды? Не істеп қойды? Не жақсылық көрдіңіздер? Не үшін біз осы советтік коммунистерге алданып отыруға тиіспіз? Осы шалдардан шаршадық қой. Бұл совет сасыған, орыс сасыған шалдардан қазаққа не пайда келді? Енді қазақ ойланбайсың ба? Көзіңді жимайсың ба? Жақсылық көрмейсің ба? Сен өзіңді өстіп, жоқшылықта, қаріпшілікте өтіп кетесің ба? Азғантай өмір. Азғантай өмір. Енді осы совет сасыған, орыс жасыған, осы құдай ұрған шалдарды, шайтан шалдарды бір жерлеріне теуіп, тас-талқаны шығарып, теуіп, тезегін шығарып, нағыз шынайы азаттыққа жетудің жалғыз жолы біздің Атажұрт партиясын қолдайсыздар, мүше боласыздар. Біз тікеден-тіке Еуропа мен Американың көмегімен Қазақстанда саяси өзгерісті жүзеге асырамыз. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.